Selamünaleyküm құрметті студенттер. Сіздермен біз 7-де 3-ші формулаға келіп тоқталған болатынбыз. Ары қарай осы жерді жалғастыратын боламыз. Яғни 7-де 13-ші суретті қарастыратын болсақ, бұл қысқа жылдамдықтағы тежегіш электромагниттері А нүктесінде МП типті тұрақты ток, Б-сында Б суретінде МВ типті айнымалы ток берілген. МП типті электромагниттен жетегі бар ТКП типті тежегіштердің параметрлері келесі мына таблицамызда көрсетілген. Диаметр және поверхностный трения шкива дейді, яғни беттік және тежеу диаметрі бұл көрсетілген. Әр ТКП типтерінің, яғни ТКП 100, ТКП 200-де 100, ТКП 200, ТКП 300-де 200 және ТКП 300. Бұлардың әрқайсының диаметрлері әртүрлі. Максималды жаңа тежегіш моменті берілген 20 метр, 40 метр, 160 метр, ТКП 200-де 240-500 метрге дейін жетеді. Яғни тежегіш моменті мысалы ТКП 300 жаңағы типінде 500 метрге дейін жетеді екен. Тежеу жаңағы массасы әртүрлі, сондай-ақ ТКП 100-де 16, ТКП 200-де 130 килограмм, ТКП 200-де 37 килограмм, ТКП 300-де 275 килограмм, ТКП 300-де 90 килограммға дейін жетеді. Электромагниттің жаңағы тяговое усилие дейді, тежегіші параллельно жаңағы қозған кезде немесе тікелей қоздыру күші болған кезде элемент параметрлер берілген 230, 780, 1650, 600 сондай жаңағы ньютонда болады екен, күші усилиесі. Келесі МОБ типті электромагнит жетегі Т типті тежегіштердің параметрлері тоже жаңағындай тура сондай параметрлер берілген, яғни беттік жаңағы тежегіш миллиметр жаңағы несінде өлшемінде, максималды тежеу моменті, массасы тежеуіштің, электромагнитті моменттің әртүрлі параметрлерді берілген. Екі доңғалақты тежегіштер үшін 7-де 16-шы суретті көрсетуге болады. Ол тегершікке тағанның қысымы тежегіш ашық болған кезде қалып пен шкив арасында орнату саңылауы болады. Бұл жағдайда 7-де 3 жаңағы өтіп кеткенде теңдеу келесідей болады. Міне бізде төменде жазылған. Бұл жерде екі бағаналы тежегішке орнатылған клапан түріндегі тежегіш электромагниттер теңдеуі 7-де 3 теңдеуі келесідей жазылады. Көріп отқандарыңыздай. Клапанды электромагниттерді қолданған кезде магнит арматурасының өзіндік салмағынан каталогта келтірілген моментті ескеру қажет. Оның жабу серіппесінің күші артады сол кезде. Тежегіш электромагниттердің кемшіліктеріне якордың өзекке соғуымен бірге жүретін магнит күрт қосылуын салыстырмалы түрде төмен беріктігі және якордың қозғалыс жылдамдығын реттеудің мүмкін еместігін жатқызуға болады. Соның салдарынан тежеу процесінде тежеу сәтін бір қалыпты өзгертуді жүзеге асыру мүмкін емес. Осыған байланысты жүк көтергіш машиналарында электрогидравликалық және центрифугалық тергіштердің көмегімен жүзеге асырылатын электрогидравликалық және электромеханикалық тежегіш жетектер көбірек қолданылады. Электроиндукциялық тежегіштер берілген шектерде қозғалыс жылдамдығын автоматты түрде реттеу үшін
Осы тежегіштер қолданылады. Қозғалыссыз бекітілген статор және механизмнің білігімен байланысқан ротор. Ротордың сақиналы түтігінде статор бекітілген, қоздыру катушкасы орналасқан. Бұл катушканы қуаттаған кезде ток өткізгіштігі пайдаланбауға мүмкіндік береді. Ротордың бетінде ротор цилиндрінің генерациясы бойымен бағытталған бірнеше терең ойықтар бар. Катушканы тұрақты ток көзіне қосқан кезде статор мен ротор арқылы өтетін магнит ағыны жасалады. Оның мәні қоздыру катушкасының айналу санымен және ротордың айналғанына немесе қозғалмағанына қарамастан ток күшімен анықталады. Статордың ішкі бетінің әр берілген нүктесіндегі магнит ағыны осы нүктенің үстінен шығады, немесе ротордың ойығына байланысты болады. Нәтижесінде магнит ағыны өзгереді және статорда құйынды токтар индукцияланады. Олар ротордың магнит өрісімен әрекеттесіп, статорда ротордың айналу бағытына бұруға тырысатын тежеу моменті жасалады. Тежегіш сіңіретін энергия жылуға айналады. Өйткені статорда индукцияланған құйынды токтар статорды қыздырады. Сондықтан статорды жасанды салқындатуды қамтамасыз ету қажет. Отандық тәжірибе крандардың бір қатар конструкцияларында, соның ішінде мұнара крандарында индукциялық тежегіш болып табылатын құйынды мен 4 тежегіш генераторы механизмдердің жылдамдығын реттеу үшін қолданылады. Әзірге осы, келесі сабақта электроиндукция тежегіштері туралы жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар.